Сәлем достар, бұл видеода үлкен сахнада 400-ден 500 адамның атсалысуы менен түсірілген кино туралы емес, жалғыз бөлмеде жарты сағаттай жалғасатын кино туралы да емес. Бұл видеода бір жәшіктің ішінде қамалып қалған жігіттің 90 минутқа жалғасатын киносы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. 1 сағат 30 минутқа жалғасатын Родриго Кортестің трейлер мистика жанрындағы Берет киносы 2010 жылдың қыркүйек айында тұсауын кесті. Берет сөзі өзі былайша жерленген, жерлеу, жер астында, жерге тығу, көмілу, көмілген деп аударылады екен. Бұл атаулардың ішінде маған ешбір ұнамады. Сол себепті Берет атауменен атауды жөн көрдім. Киноның 90 минутында тек жалғыз жігіт қана атау көрсетеді. Ол жігіттің есімі Конрой, Паул Конрой. Басқа да бірнеше кейіпкерлер бар. Олар Паулға көмек бермекші болады. Олар Паул менен ұялы телефон арқылы ғана қарыласады. Былайша айтсам, кинода тек олардың дауысы ғана кіргендей болады. Мысалға біреуін айтсақ, Дан Бремнер Паулды құтқарып қалуды қалайды. Данның рөлінде бәрімізге белгілі Гарри Поттер and the Goblet of Fire to Life және де 2020 жылы экранға шыққан Тенет киноларында төл көрсеткен актер Роберт Паттинсон ойнаған. Ал Паулдың рөлінде сізбен біздің жақсы білетін Марвел қаһарманы Дедпул рөлін сомдаған және де басқа да Голливуд киноларында төл көрсеткен атақты актер Райан Рейнольдс сомдады. Киномыз небәрі 2 миллион ақш долларымен жасалып, 20,3 миллион ақш долларын тапты. Киномыз IMDb-ден 10-нан 7-сін, Rotten Tomatoes-ден 87%-менен бағаланды. Ал енді киноның оқиғасына келетін болсақ. Бір жігіт оянып келсе, өзінің табыттың ішіне жатқанын және де жер астына көмілгенін біледі. Өзінің неге бұл жәшіктің ішіне тап болғанын білмейді емес. Біледі. Иракта жүк көлігінің жүргізушісі ретінде қызмет атқаратын жігіт күнделікті жүк көлігін жүргізіп бара жатқан кезде жергілікті тұрғындар оларға шабуыл жасағаннан Паул есінен танып қалады. Және де оянып келсе, осы табыттың ішінде жатады. Өзіменен бірге жұмыс жасайтын адамдардың бәрін атып салғанын, есінен танар алдында көріп қалғанын және де олардың бәрі өлдіге санайды. Табыттың ішінде Паул менен бірге ұялы телефон, оттық, қалам, дорба және өзінің ішіп жүрген дәрісі ғана бар еді. Ұялы телефон табыттың бір бұрышында жатады. Оны тауып алған Паул ақштың бірнеше жерінен көмек алу үшін оларға хабарласады. Және олар көмектесеміз, тек сіз сабырсыздансаңыз болды деп Паулды сабырға шақырумен болады. Паул телефонда ақтарып отырып, ең соңғы рет қандай нөмір хабарласқанын біліп алады. Және де ол сол нөмірге хабарласады. Ол Паулға шабуыл жасаған ирактық азамат екен. Ол Паулға талап қояды. Оның талабы мынадай еді. Кешкі 9-ға дейін 5 минут табасың, отбасыңнан немесе елшіліктен ал. Паул оған 5 минутты тауып беретінін уәде етеді. Тек солай жасағаны жер астынан табыттан шыға алады. Паул бір талай жерге хабарласады. Олар оған көмектесеміз деуменен болады. Нөмір арқылы сенің қайда екеніңді табамыз дейді. Бірақ олар таба алмайды. Және де Паулдың көмек сұраған адамдарының барлығы елшілікке хабарласпауын айтады. Не екенін кім білсін. Тек қана жағдайды одан әрі ушықтырып жібересің деуменен болады. Біраз уақыт өткесін, тағаты таусылған ирактық азаматтар Паулға бір бейне жібереді. Ол бейнеде әріптесі бар еді. Және де Паулға хабарласып, 3 минуттан соң бейне жібер, және де бейнеде айтатын сөзің дорбаның ішінде, ал жібермесең әріптесіңді атамыз, дейді. Паул олардың айтқаны бойынша бейне түсіріп жібереді. ақштағы құтқару тобынан үміті үзілген Паул ұйқыға кетеді. Оянып келсе, жығылғанға жұдырық дегендей, табыттың ішінде жылан жүреді. Оны отпенен қорқытып жүріп қуып жібереді. От жаққан сайын табыттың ішіндегі ауа азая түседі. Сол сәтте ирактық азаматтар тағы бір бейне жібереді. Ол бейнеде Паулдың әріптесін атып салған екен. Неге дейсіз бе? Олардың талабы орындалмапты. Паул басы айналып талып қалады. Біраз сәттен соң оянса, сол баяғы құтқару тобының Дан хабарласып, оның сабырға шақырады. Сол сәтте сыртта қатты дауыстар естіліп,
табыттың ішіне қарай құм құйылады. Паул шүрекпен құм құйылып тұрған жерді бітеп қояды. Сол сәтте ирактықтар қайтадан хабарласып, Паулдың қай жерде тұратынын бүге-шігесімен айтып береді. Ирактықтардың бұл жолғы талабы: бейне түсір, және де сол бейнеде өзіңнің саусағыңды кес, дейді. Дорбаның ішінде пышақ бар еді. Паул әйелі мен баласын ойлап, олардың талабын орындайды, және де бейнені жібергеннен кейін есіне танып қалады. Сыртта қатты дауыстар мен кісілердің «Қаласыңдар, тездетіңдер» деген дауысы естіледі. Құтқарылды деп мәз бола берген кезде Паул есін жинап оянады. Таң қоңырау шалып жатыр екен. Паулдың қайда екенін біліп, жерді қазып жатқанын айтады. Түс үшін болғаны ма дей берген кезде жерден біреуді шығарып алады, және де ол басқа жер, басқа адам болып шығады. Кешір Паул, кешір. Кино негізі осылай бітеді. Құтқарып алдау деген кезде құтқара алмай қалады. Бейненің соңында өзім бұл киноға 1-ден 10 аралығында баға беріп кетейін. Менің беретін бағам 10-нан 8.